Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сырты қытырлап, іші жұп-жұмсақ, толығымен пісіп шығатын универсальный қамырдан пирожки жасайтын боламыз. Бұл пирожкиді тіпті пирожки дұрыс шықпайтын қыздардың өзі жасаса да бір жасағаннан шығатын керемет рецепт. Алдымен жылы сүтке жылы су, тұз, қант, ашытқы және сұйық май құйып араластырып аламыз да еліктен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірден салудың қажеті жоқ. Осылай аз-аздан салып илесек, бізде қамыр өте керемет болып шығады. Енді қолға сәл жабысыңқырайтын осындай жұп-жұмсақ қамыр шығады. Қамырдың бетін сәл сұйық маймен майлап, бетін жауып, жылы жерде жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Қызып тұрған майымызға сақтап туралған пиязымызды және біраз қасық томат пастасын салып қуыратын боламыз. Енді ол қалауыңызша, ешқандай томат салмай, пияздың өзін қуырып жасасаңыз да болады. Пияз салмай, картоптың өзінен де жасай берсеңіздер болады. Және осы кезде мен картопын пісіріп қойдым. Қамырымыз да көтеріліп дайын тұр. Енді пісіп тұрған картопқа жаңа қуырылып алған пияздарымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка салып, жақсылап картопымызды еземіз. Бізде салмасы дайын. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Ең бірінші осындай үлкен 2 бөлікке бөлеміз. Одан кейін осындай кіші бөлікке бөлеміз. Көлемі 30-40 грамдай етіп бөліп аламыз. Және дәл осылай барлығын домалақтап дайындаймыз. Осы кезде қамырдың бетін міндетті түрде жауып қойыңыздар, сонда беті қаязып қатып қалмайтын болады. Және бетін жауып, домалақтап алған қамырымызды да 7-8 минутқа сәл көтерілгенше қалдыратын боламыз. Көтерілгеннен кейін енді қамырымызды жаямыз. Қатты көп ұн себудің де қажеті жоқ. Шетінен дәл осылай жұқалап жайып аламыз. Қалыңдығы 1,5 сантиметрдей етіп жаямыз. Салмасын молырақ салып, енді ортасынан түйеміз. Түйген кезде қаттылап жапсырыңыздар, себебі қазір қуыру барысында ортасындағы салмасы дұрыс жапсырмаса шығып кетуі де мүмкін. Сол себепті жақсылап жапсырып, барлық пирожкилерімізді осылай дайындап алатын боламыз. Пирожкимізді осылай түйіп жатқан кезде оның да бетін міндетті түрде жауып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда пирожкиміздің беті қатып қалмай өте керемет шығады. Және пирожкидің дұрыс шығуы майыңызды қатты қыздырып қоюға да байланысты. Егер қызбаған майға салатын болсаңыздар, сырты өте қатты, іші бітіп піспей қалуы мүмкін. Сол себепті майыңызды қатты қыздырып барып пирожкиіңізді салған дұрыс. Және пісіру барысында оттың астын орташа қойып қойыңыздар. Пирожкимізді дайындадық. Енді шетінен осылай қызған майымызға салып қуыратын боламыз. Ең бірінші көргендеріңіздей бір жерде пирожкидің өте әдемі болып көтерілуіне көмектесетін қасықпен осылай үстіне жаңағы майынан құйып отырамыз қасындағы. Байқағандарыңыздай пирожкиміз әдемі болып осылай көтеріліп жатыр. Енді екінші жағына қызартып, аударып, барлығын дәл осылай қызартып пісіріп алатын боламыз. Пирожкидің салмасын тек қана картоп емес, және капустамен де жасай берсеңіздер болады. Сонымен қатар бұл пирожкидің қамыры, жаңа айтқанымдай, универсальный қамыр. Бұдан беляши де және бауырсақ та жасай берсеңіздер болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаса, сақтап алыңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаның үстінен басып қойыңыздар. Сонда басқа да жаңа шығатын рецептерді бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Және видеома қолдау білдіріп, лайк басып, пікірге өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Достар, видеоға қолдауларыңызды білдіріп, WhatsApp желісінде немесе әлеуметтік желілерде поделиться етіп бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сырты қытырлап, іші толығымен пісіп шығатын өте ең сәтті керемет пирожкидің рецептінің бірі.